Сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетейік. Сендерге түсінікті болу үшін мен тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кететін боламын. Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Бірінші тапсырма монологты мұқият тыңда. Күй қадірін кім білген? Тыңдадым. Ұққан сияқтымын, бірақ көкірегіме құя алмадым. Домбыра қонбай қойды маған. Не істемейді дейсіз? Қай пернеден соң қай пернені басу кереген, қай тұста неше рет қағу қажетін жаттап та көрдім. Бір жаттайсың, екі жаттайсың, қашанғы жаттай бересің. Басыма шелпек жастап, қойныма домбыра алып ұйықтап та көрдім. Менің түсіме домбыра да шелпек те кірмеді. Әйтеуір сол күні өзіме домбырашылық өнердің ешқашан дарымайтынын нық сеніп ояндым. Сұрақтарға жауап бер. Автор не тыңдады? Автор домбыраның үнін тыңдады. Домбырашы болу үшін не істеді? Ол домбырашы болу үшін әр түрлі еңбектермен еңбектеніп, бірде қай пернеден кейін қай пернені басу кереген, қай тұста неше рет қағу керек деген барлығын жаттап, қайта жаттайды, жаттығады және ол ақырында басына шелпек жастап, және қойнына домбыраны алып ұйықтап та көреді, бірақ мұнысынан еш пайда болмайды. Ол бәрібір домбырашылықты, өнерді қалыптастыра алмайды. Қалай ойлайсың, ол домбырашылық өнерді таңдады ма? Жоқ, ол домбырашылық өнерді таңдамады, өйткені ол домбыраны үйрене алмады. Сол себепті ол домбырашылық өнерді таңдамады. Ойыңды дәлелдеу үшін керек сөз тіркесін таңда. Көп жаттыққаннан пайда болмауы мүмкін. Егер өзіңде талантың болса, онда сенің жаттыққаныңның пайдасы да болмай қалады. Талантты болу керек деп ойлаймын. Ойыңды дәлелдеп жаз. Жазғаныңды парталасыңа оқып бер. Оның жазған жұмысына пікіріңді білдір. Қате кездесті ме, оны қалай түзетуге болады? Менің жеке басымның ойы талантты болу керек. Егер сен таланттың болса, әрбір жасаған жұмысың ойдағыдай сәтті аяқталады. Және де сол жұмысқа әр қашанда өз күш-жігеріңді жинап, сол жұмысқа барлық зейініңді сол жұмысқа арнауың керек. Сол кезде сен үлкен жақсы нәтижеге жетесің. Екінші тапсырма жоғарыдағы мәтіннен сызбаға сәйкес сөйлемдер құрап жаз. Домбырашы, домбырада жаттыққан, домбыра тартады. Сөйлем мүшелеріне талда. Қайсысы дара, қайсысы күрделі мүше екенін айт. Сөйлем мүшелерінің астын тиісті сызықтармен сыз. Сөйлем мүшелеріне талдайтын болсақ, қай пернеден соң қай пернені басу кереген, қай тұста неше рет қағу қажетін жаттап та көрдім. Бұл сөйлем бізде құрмалас сөйлем. Қашанға жаттай бересің? Бұл сөйлем бізде жай сөйлем. Үшінші тапсырма мәтіннен сызбаға сәйкес бірыңғай мүшелері бар сөйлемді тауып жаз. Бірыңғай мүшесінің күрделі мүшеден өзгешелігі неде? Анықтамалықтан сұраққа жауап болатын мәлімет жина. Мұражай қызметкері әр жәдігердің ерекшелігіне тоқталып, қызық ақпараттар берді. Осы бізде бірыңғай мүшелері бар сөйлем болады. Төртінші тапсырма мақаланы оқып, бөліктерін қалпына келтір.
Қала орталығында орналасқан өлкетану мұражайы қазіргі заманның талабына сай безендірілген. Мұражайда өте көп тарихи жәдігер сақталған. Мұражай қызметкері әр жәдігердің ерекшелігіне тоқталып, қызық ақпараттар берді. Әсіресе алтын адам туралы ақпаратты балалардың ерекше қызықтырды. Туған табиғатымыздағы түрлі аң-құстың қатырылған бейнесі кәдімгі тірі аң-құстардан ажырату қиынға соқты. Үстіміздегі жылдың 19 қарашасында 4 А сынып оқушылары өлкетану мұражайына барды. Балалар мұражайдан көңілді қайтты. Әрқайсысы өз көргендерімен бөлісуге асықты. Мұражайға қашан кіммен барғанды, не көргеніңді айтып мақала жаз. Жазған мақалаңды сыныптастарыңа оқып бер. Мен 4 А класс оқитын кезімде 20 мамыр күні мұражайға барғанбыз. Біз мұражайдан өте керемет көне ескерткіштермен ата-бабаларымыздан қалған әртүрлі құмыраларды, әртүрлі ақшаларды, әртүрлі кітаптарды, сонымен қатар бізге дейін сақталып келген үлкен мұраларды көрдік. Мұражайдан көрген заттарымыз бізді таңғалдырды. Ол менің әлі күнге дейін есімде. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Тапсырма сендерге түсінікті болған болса, видеоға лайк басып, комментария жазып, және каналға тіркелуді ұмытпайық, достар.